Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзеннің пайдасы. Балалар, бүгінгі сабақта нақыл сөздерді қолданасыңдар, ойларыңды көркем сөзді қолдана отырып жеткізесіңдер. Ал ендеше сабағымыздың басында мына бір суретте зер салайық. Балалар, суретте не бейнеленген? Қалай ойлайсыңдар? Тамаша, суретте өзен бейнеленген екен. Ал енді менде мына бір сұрақ. Таза ауа мен мөлдір судың қандай пайдасы бар? Я, балалар, таза ауамен адамдар демалса, мөлдір сумен шөлін қандырады екен. Ендеше, балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзеннің пайдасы. Ертеде адамдар өзеннің жанында қоныстанған. Себебі өзен тұщы судың негізгі көзі. Оны тұрмыста және шаруашылықта пайдаланған екен. Ол заманда құбырлардың болмауына байланысты суды өзеннен алған екен. Ал балалар, енді кезекте еліміздің өзендер туралы бейнематериалды бірге тамашалайық. Еліміздегі өзендер саны шамамен 85 мыңнан асады. Оның 84 мыңдайы шағын, 300-дейі орташа және 20-дан астамы ірі өзендер. Шығыста Алтай, оңтүстік шығыста Жетісу және Іле алатаулары сынды ылғалы мол таулы өңірлердегі өзендердің жиілігі басқа өңірлерге қарағанда жоғары. Ең суы мол өзен Ертіс. Оның еліміз бойынша ұзындығы 1700 шақырым болса, жалпы ұзындығы 4248 шақырым. Жоғарғы ағысына Бұқтырма және Өскемен сынды екі ірі су электр станциясы салынған. Ұзындығы жағынан екінші орында Сырдария. Елімізден өтетін ұзындығы 1400 шақырым, ал жалпы ұзындығы 2219 шақырымды құрайды. Ал Балқаш көлі алқабындағы ірі өзен Іле. Оның еліміз аймағындағы ұзындығы 815 шақырым болса, жалпы ұзындығы 1001 шақырым. Өзен арнасына үлкен Алматы каналы салынған. Батыс Қазақстан жерін негізінен Жайық өзені суландырады. Ол оңтүстік Оралдан басталады. Елімізден өтетін ұзындығы 1082 шақырым болса, жалпы ұзындығы 2428 шақырым. Сондай-ақ ірі өзендер қатарына Есіл, Тобыл, Елек, Шу, Торғай, Ырғыз, Сарысу, Нұра, Талас, Ойыл, Жем, тағы басқа өзендер жатады. Бұлардың кейбіреуінің деңгейі жазда төмендеп, бірқатары мүлдем тартылып қалады. Көктемде қар суымен толысып, қайта тасиды. Жем өзені Мұғалжар тауынан бастау алып Каспий теңізіне құяды. Суы көктемде тасиды. Кей жылдары теңізге жетпей, сорға сіңіп кетеді. Я, балалар, өздерің көргендей, қазақ жерінде өзендер өте көп. Және де әр өзеннің өзіне тән сұлулығы бар. Енді кезекте Ыбырай Алтынсариннің өзен өлеңін бірге оқиық. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап тау мен тасты арқыраған. Көңілің суын ішсең ашылады, денеңнен бар дертіңді қашырады. Өксіген оттай жанған жануарлар өзеннен рахат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайлары шуылдап желмен бірге бас ұрады. 10 мың мал айдап өтсең лай қалмайды. Тасыса су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен судың қуатымен көк шалғын шөп бітпеген жай қалмайды. Ел қыстап күн көреді жанабында, дәм болар алуан-алуан балығында. Тас-таста алтын таста сынамаққа, сонда да аққан өзен қалыбында. Ал балалар, өлеңді оқып болсақ, өлеңде кездескен бейтаныс сөздердің мағынасын ашайық. Қынарда сөзі жағасында деген сөздің мағынасын берсе, жанабында, маңайында деген сөздің мағынасын береді екен. Жарайсыңдар. Әрмен қарай жалғастырамыз. Өлеңге сүйеніп, көркем сөздермен өзеннің пайдасын атаңдар. Қанеке балалар? Ойланайық. Егер де балалар тапсырманы орындап болсаңдар, менің нұсқама назар аударыңдар.
өзеннің пайдасы. Дәм болар алуан балығында. Ел қыстап күн көреді жанабында. Көңілің суын ішсең ашылады. Денеңнен бар дертіңді қашырады. Өксіген оттай жанған жануарлар өзеннен рахат тауып басылады. Жарайсыңдар балалар, әрмен қарай жалғастырамыз. Балалар, ендігі кезекте нақыл сөздерді құрап айтыңдар. Қанеке ойланайық. Ал балалар. Енді балалар орындап болсаңдар, менің нұсқамен салыстырыңдар. Ашу деген ағын су. Ақыл деген дария. Сөз қуған пәлеге жолығады. Жол қуған ол жаға жолығады. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Семантикалық картаны толтырыңдар. Балалар, берілген көркем сөздерді пайдаланып, сөз тіркесін құрастырыңдар. Қанеке балалар? Ал, егерде орындап болсаңдар, менің нұсқама назар аударыңдар. Сарқыраған өзен, алуан балықтар. Айнадай жарқыраған өзен, тасыған өзен, көк шалғын шөп, оттай жанған әрине жануарлар, және де аққан ол өзен. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, ендігі кезекте Әбділда Тәжібаевтың Сырдария өлеңін мәнерлеп оқиық. Білем сені, сүйем сені, сырдың суы қарт анам. Сенсің мені әлдилеген, туған сенен мен балаң. Сүйсе гейне анам десе, сүйген суы рейнесін, сырдың суы туған ол да өз ақынын гейнесін. Жасса Тарас Днепрді, жасса Пушкин Еділді, неге маған жырламасқа сырда туған елімді. Ел анасы менің анам, сырдың сұлу өзені, қуан ана ақыныңның келді жырлар кезегі. Келдім бүгін, көрдім сені, сүйсең мені маңдайым, құшағыңда отырмын мен, көріп көзбен ел жайын. Жасырыпсың қадірлана, ақ түспепті шашыңа. Қарт Днепр, ескі достың, көремісің айбатын. Электрі, мың моторлы, асқан алып қайратын. Сен де маған жаным ана, Днепрдей жарық бер. Қол жетпеген көк жұлдызын құшағыма алып бер. Сол кезде де жаным ана, өзің менен тең болам, сырда туған сырдың ұлы, жаңа гейіне мен болам. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта нақыл сөздерді қолдандыңдар және ойларыңды көркем сөзді қолдана отырып жеткіздіңдер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.